ішімдікке салыну. Таңғы сағат 10, ал сен бөтелкені тартып алып жатырсың. Дағы не істеу керек? Оның үстіне алкоголь вирусты өлтірмей ме? Осылай сен маскүнем боласың. Маған ең болмаса карантин жағдайында демалуға рұқсат шығар. Неліктен әйелі мұндай мінез құлыққа ие? Әйелінің мінез құлқы оның өткен тәжірибесімен байланысты. Күйеуін бір бөтелке сырамен көргенде, оның денесінде шиеленіс пайда болады. Бұл өз кезегінде мазасыздықты тудырады және ішімдікті асыра пайдаланған әкесінің бейнесін салады. Бұл ата-анасының қарым-қатынасына, балалық шақтағы уайым мен азаптарына әсер етті. Неліктен күйеуі осылай әрекет етеді? Күйеуі кеудесіндегі шиеленісті сезінеді, мазасыздыққа ие және өзін жұмыссыз бейнесінде көреді. Бұл жағымсыз сезінуді жоюға тырысып, ол ішімдікке салынады. Шиеленіс пен мазасыздық әйелдің мінез құлқымен күшейтіледі. Ол оны өз тарапынан бақылау ретінде қабылдайды. Экологиялық мінез құлықтың мысалы. Бірінші қадам. Әйелі негізгі сезімді мазасыздықты түсінеді. Екінші қадам. Бұл онымен күресудің және оны басудың орнына мазасыздықты қабылдау. Сындарлы диалог өз ойларын анық білдіруге, оларға жауапкершілікпен қарауға, өз сезімдерді нақты анықтауға, эмоцияларға жауап беруге және күйеуіне өз ойлары мен сезімдері туралы айтуға көмектеседі. Жауап ретінде күйеуі отбасына сындарлы диалог құруға болатындай әрекет етеді. Мен мас күйінде анасы мен балаларын ұрып соққан әкемді еске алам. Сондықтан мен сен үшін қатты қорқам және уайымдаймын. Мен сенде осындай естеліктер тудырады деп ешқашан ойлаған емес едім. Енді сенің реакцияңды түсіндім. Енді мен сені ренжітпеймін.